Башыңызға сәлем, сіздермен бүгін оқырман подкасты және оның жүргізушісі мен Құдайберген Дінмұхаммед. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы қазақ әдебиеті шетелдік әдебиеттерден кем емес. Осы тақырып төңірегінде бүгінгі подкаст қонағы журналистика мамандығының 2-ші курс студенті Әселя Медеу. Әселя, қош келдің, жалпы көңіл күйің қалай? Қош көрдік. Мені подкастыңа шақырып жатқаныңа өте көп рахмет. Бүгінгі подкастта енді көптеген жақсы инсайттар айтылып, ақпараттармен бөлісеміз деген ойдамын. Жалпы бес саусақ бірдей емес. Әр адамның талғамы әртүрлі. Ал сен өзің қандай жанрдағы кітаптарға қызығасың? Дұрыс айтып жатсың. Қазіргі таңда оқырманның сұранысы өте жоғары. Мысал ретінде әр адамнан сұрайтын болсаң, әркім әртүрлі айтады. Мысал ретінде айтайын, қазіргі жастардың талғамындағы кітаптардың бірі психологиялық, тұлғалық даму, одан кейін инвестиция секілді, осындай өзің де білесің ғой. Осындай кітаптар өте қатты сұранысқа ие. Мысал ретінде неге дейтін болсаң, қазіргі таңдағы жастар өзін дамытуға құштар. Яғни психологиялық тұрғыдан. Мен өзім әдеби кітаптарды оқимын. Неліктен? Себебін қазір айтып өтем. Мысал ретінде басқалар секілді психологиялық тұлғалық кітаптарды мен оқи алмаймын. Неге? Өйткені әркім мотивацияны әртүрлі алады. Мысалы, біреулер бұл кітаптарды мотивация алу үшін оқиды. Өмірдегі бір қажетті инсайттар алу үшін. Ал мен мотивацияны негізі күнделікті өмірде айналамда болып жатқан жағдайлардан, өзімнің отбасымнан деген секілді алады екен. Сол үшін де мен психология, тұлғалық даму деген нәрсені қажет етпейтіндіктен бұл кітаптарды оқи алмаймын. Ал әдебиет бұл өте бір қызықты кітаптар ғой негізі. Әр кітапта бір оқиға, бір адамның, бірнеше адамның тағдыры баяндалғандықтан ол кітапты оқи отырып сол адамның өмірін сүресің. Яғни кітапты оқыған сайын сен біреудің өмірін сүргендей күй кешесің. Сол себепті мен әдеби кітаптарды жақсы көремін. Жалпы өзің жаңа шетелдік әдебиеттерді бір қозғап өттің ғой, сол шетелдік әдебиеттер меніңше негізі көбіне реалистік тұрғыдан, яғни нақты деректерге сүйене отырып жасайды шығармаларын. Яғни менің байқағаным көбінесе олардың шығармалары нақты дүниеге негізделгенмен көбіне фантазия жағына көбірек ерік береді деп ойлаймын. Өйткені көп шығармаларын оқыған кезде мен мәселен Агата Кристидің детективтілік кітаптарын оқыған бар. Сол кітапта оқып алып қарағанымда ақылға сыймайтын кейбір фантазиялық бөлімдері кездесіп жатады. Яғни бұл дегеніміз шетелдік әдебиеттер нақты ақпараттарды талап еткенімен кейде бір ойға қонымсыз фантазиялық жанрларды да бірге қоса алып жүреді деген сөз. Ал бізде қазақ әдебиеті, яғни қазақ әдебиетінде біз көбіне байқайтынымыз алдығырдан алып келіп теңеулерді салыстыра отырып, кәдімгідей ішіне метафора қолданып, көптеген бір нәрсені сипаттау үшін бірнеше теңеулерді қолдана отырып, сол көркем әдеби шығармасын жазып жатады. Қазақ әдебиеті мен шетелдік әдеби шығармаларды осы арқылы салыстыра аламыз. Енді мен жаңа сөзімнің басында айтып өттім, көбіне әдеби кітаптарды оқитын болғандықтан мен әдебиетке жақынмын деп. Сен қазір мысалы Агата Кристиді айтып жатсың, яғни шетелдік әдебиеттердің бірін айтып жатсың. Мысал ретінде дұрыс айтып өттің, жаңа шетелдік әдебиетті оқыған оқырмандармен мен де сұхбат жүргізген кезде олар көбіне айтады, реалдік, яғни шынайы оқиғалар баяндалады, және де нақты оқиға, фантастика, жаңағыдай көптеген сондай бір мәліметтер берілгендіктен шетелдік әдебиеттер көбіне сұранысқа ие деп айтқым келеді. Оқиғаның қызықтылығы, жүйелілігі деп ойлаймын бұндағы оқырманды тартатын нәрсе менің ойымша. Ал әдебиет деп енді біз жамандауға да болмайды, алтығырды айналды деп. Әдеби кітаптарда мысал ретінде бір оқиғаны беретін кезде басқа оқиғаны қоса отырып, оқиғаны ұзартып жібергендіктен оны кейде оқырман зерігіп кетеді оқып жатып. Сол себептен де әдебиеттен жаңағыдай алыстап кеткен біршама оқырмандар бар деп ойлаймын. Алайда әркімнің талғамы әртүрлі, оған талас жоқ. Сол себептен біз әдебиеттің оқырманы азайып кетті. Жаңа әдебиет шетелдік әдебиеттен қалып бара жатыр деген түсініктен аулақ болғанымыз жөн. Бәрібір де қай тілдегі ұлт болсын, сол тілде әдебиеттің өшіп қалмасы ол заңдылық, өшпейді де. Жалпы шетелдік әдебиеттер көбіне қазақ әдебиеттерімен, яғни жазушылармен көбіне көп байланысып жатады. Соның ішінде Абай Құнанбаевты атап өтсек болады. Қарапайым мысал, Абай Құнанбаев осы шетел ойшылдарының атын атап қана қоймай, Ксенофонттың шығармаларын талдай оқып, соның негізінде 27-ші қара сөзінде Сократ хакімнің сөзі жайлы тілге тиек еткен болатын. Абайды Сократтың кейбір идеялары ғана қызықтырып қойған жоқ,
сонымен бірге оның өміріне надандықпен алысып өткен өжет бейнесіне, аянышты өліміне де назар аударған. Тіпті өзінің 37-ші сөзінде қазақ ақыны Григоршылының аянышты өлімін еске алып, Сократқа у ішкізген кім дейді де, оны бағалай білмеген көпшіліктің надандығы, ақылы жоқтығы екендігін ашына айтады. Яғни біз осы нәрседен қазақ әдеби шығармалары мен шетелдік әдеби шығармалардың жазушыларының өзара байланысқанын және бір-бірін жақсы білетіндігі жайлы байқаймыз. Енді бұл тұста сен жаңа салыстыру мақсатында айтып жатсың ғой, шетелдік әдебиет туралы қазақ ақындарының не ойлайтындығы жөнінде. Расымен де енді бұл жерде қазақ ақындарының жаңа шетелдік әдебиеттерді, соның ішінде орыс халқының әдебиеттерін мойындағанын жасыру мүмкін емес. Өйткені мысалы біз білеміз ғой, Абай Құнанбайұлы орыс әдебиетін мойындаған, көптеген шығармаларын аударған орыс халқына, одан кейін Ыбырай Алтынсаринді алып қарау керек бұл жерде. Расымен де жаңа бері айтып жатыр, қазақ әдебиеті шетелдік әдебиеттен кем емес. Бірақ енді қазақ ақындарының шетелдік әдебиетті мойындап, оларды қазақ тіліне аударуының да өзіндік бір жаңағыдай мән мағынасы бар деп ойлаймын. Өйткені бір мемлекет пен екінші мемлекеттің арасындағы мәдениет ауысса, егер кем-кетік болған жағдайда ол толға түседі. Сол себепті де біздің әдебиеттегі жаңағыдай кем-кетік тұстар бар болған жағдайда сол шетелдік әдебиеттерге қарап, оларды қазақ тіліне аударып, қазақ әдебиеті мен шетел әдебиеті жаңағыдай бір-бірімен үйлесім таба алды. Мысал ретінде сол көптеген шығармалардың қазақ тіліне аударылуы бүгінгі таңдағы мынау оқырмандардың шетелдік әдебиетті оқуға деген қызығушылығын арттыруда деп түсінемін мен өз басым. Жалпы Әселя, саған көп рахмет, осылай өзіңнің пікіріңді білдіріп, осы жайлы, осы ақпарат төңірегінде маған ақпарат бергеніңе. Жалпы біз бұл подкаст арқылы қазақ әдебиеті мен шетелдік әдебиеттерді салыстырғанымыз емес, қазақ әдебиеті де шетелдік әдебиеттермен қатар жүретіндігін көрсеткіміз келді. Біздің подкастымыз осымен өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған оқырман подкасты және оның жүргізушісі мен Құдайберген Дінмұхамед.